3, 2, 1. Қадыр Мырзалиев Қызыл кітап поэмасында экологиясы мәселесін көтерген, жер бетіндегі адамзат істеп жатқан зұлымдыққа қарсылық көрсете отырып, бүгін аң-құстар жер бетінде жойылып жатса, ертең адамзат та жойылуы мүмкін деген ойды айтады. Адам өрісі кеңейген сайын аң-құстың өрісі тарыла түседі деп, ақынның өзі айтқандай, адам баласы өзінде табиғаттың бір бөлшегі екенін ұмытып, оған қол салған күйіне баяндайды. Поэмадағы лирикалық кейіпкер табиғатты жойып алудан қорқады. Шынтақтаған жастықты көрінеді, аққу қағазы жаныштап жатқандайын, өкпелетпеу керек қой қожайынды, айта алмайсың халыңды, не жайынды. Ұстай беріп айырды шошып кетем, шаншығалы жатқандай дәу жайынды. Ақын өзінің азаматтық үнін көкейкесті ойын былай білдіреді. Аяймын мен анасыз атасызды, аяймын мен құлынсыз ботасызды, хайуанатқа жасаған қиянатын, бауырыңа жасаған опасыздық деп күйіне отырып, кешірім сұрайды. Кешіре көр біздерді, әулие көл, кешіре көр біздерді, қыр елді. Автор табиғатты қорғауды тек ел аумағында ғана емес, бүкіл ғаламшар аралық мәселе ретінде қарастырып, оқырманды Америкаға да, Африкаға да, Европаға да апарады. Бір кездерде мұнда адам саудасы болғанын да айтады. Кейбір халықтың жойылып кеткенінде шошынады. Қандай да болсын, зорлық-зомбылықтан бас тарту қажеттігін түсіндіреді. Бір кезде елімізде мекендеген аңдарды түгендейді, соларды жоқтайды. Поэманы не себепті Қызыл кітап деп атағанын аңғартады. Қызыл кітап мезгілсіз кеткендердің бастарына қойылған қызыл шырақ. Ақын саналы адам болғандықтан табиғатты қорғау парызымыз екенін айта келе, орнында ма санамыз күшімізде, мамын құсап жігіттік, азаматтық қалған жоқ па көміліп ішімізде, деп ойлануға шақырады. Ата-баба салтын ұмытпау керектігін есімізге салады. Жақсылықтың алдында бас иетін, бабаларын не істейміз өсиетін, жер жоғалтса не болмақ перзенттерін, ер жоғалтса не болмақ қасиетін. Табиғат пен адам арасындағы үндестік, қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығын поэмада былайша түйіндейді. Одан көріп, ақыры бұдан көріп, таласқаннан не тапақ құлан керік. Жоғалтқанды жоқтаған жөн болғанмен, жоғалтпаған жақсырақ одан көрі.